мен Ая. Жарайсың, Ақтөс. Жарайсың. Әли, енді мен лақтырайыншы? Жарайды, міне, ала ғой. Ал, Ақтөс, дайындал. Енді мына жаққа. Жүгір, Ақтөс. Байқамай қалдым. Қаттырақ лақтырып жібердім бе, Әли? Енді не істейміз? Жарайды, ештеңе етпес, Ая. Басқа таяқша табамыз қазір. Кеттік. Ай, қайдан табамыз? Ая, Ақтөс, мінекей, көрдіңдер ме? Бізге таяқша табылды. Қазір Не істейсің, Әли? Әли дейм. Тоқта. Әли, келе жатыр, сен не Әли. істеп жатырсың? Мен бе? Мен таяқшам суға кетіп, таяқша керек болып. Әли, түсінбедім. Лақтырып ойнап жүрген таяқшамыз өзенге ағып кетті. Сосын мына ағаштан сындырып алайын дегем. Солай деңдер. Бұл дұрыс емес, балақайлар. Әли, Ая, естеріңде болсын. Ағаштарды сындыруға болмайды. Ағаштар дұрыс өсу үшін біз оларға ерекше күтім жасауымыз керек. Қалай? Үлкен, жақсы ағаш болып өсу үшін оларға ең алдымен су қажет, балаларым. Су? Қалай, ағаштарда су шеме? Әрине шет. Су тіршіліктің көзі демей ме? Бұларға да су керек, Аятай. Міне қызық. Су құйып тұрса болды ма? Өсе бере ме? Сындырмай, дер кезінде суғарып тұрар болсақ, бұлар үлкен болып өседі. Содан соң тәп-тәтті жемісін береді. Ағаш? Жеміс береді? Иә, балаларым, бұл алма ағашы. Солай ма? Мен алманы жақсы көрем, ата. Шіркін-ай, тәп-тәтті алма болса ғой. Алманы мен де жақсы көрем. Алма жегім келіп кетті ғой. Әлижан, Аятай, ол да сөз боқпа. Алма жегілерің келсе жүріңдер, бақшадан алма терейік. Алақай, алма тереміз, алақай. Мінекей, балалар, бұл алма ағашы. Керемет. Көп алма. Міне, Аятай, ала ғой. Рахмет, ата. Қып-қызыл тәтті алма. Иә, қызыл алма. Пісіп тұр екен. Рахмет, ата. Бірақ естеріңде болсын, балаларым. Жеміс жидекті міндетті түрде жуып жеу керек. Түсіндік, ата. Жүріңдер, балақайлар. Ал мынау алмұрт ағашы. Алмұрт? Ата, алмұрттың түсі сарғыш екен. Ата, алмұрт тәтті ме? Піскен бе? Әрине тәтті. Пісіп тұр. Қандай керемет. Солай ма? Жүре қойыңдар. Ата, бұл не? Топ-томалақ сап-сары ғой.
Бұл өрік қой, ая. Дұрыс айтасың, Әлижан. Бұл өрік ағашы. Өрік ағашы? Қызық екен. Мінеки, алыңдар. Сап-сары, жұп-жұмсақ. Өрікте әдемі боп пісіпті. Уылжып тұр. Керемет, сары өрік. Мінеки, балалар. Күтімі дұрыс болса, кішкентай ғана шыбық ағаштардан осындай зәулім жеміс ағаштары өсіп шығады. Ал бұл жемістердің құрамында адам денсаулығына қажетті дәрумендер өте көп. Ата, дәрумен деген не? Ол не үшін керек? Дәрумен денсаулық кепілі дейді. Дәрумендер адамға өте қажет. Жеміс жидекті үнемі жеп жүретін болсаңдар, дендерің сау, мықты, әдемі боп өсесіңдер. Міне қызық. Мен түсіндім, ата. Ағаштарды сындыруға болмайды. Мен енді олай жасамаймын. Біз енді олай жасамаймыз. Әрине. Ағаштарға су құямыз, сындырмаймыз. Жеміс пісті бағымда, күннің қызу табында, жинасамыз аттама, былбыраған бабында, қызылы бар сарысы, алау атқан бағышы, алма алмыр талшада, дәрумен бар қаншама, қызылы бар сарысы, алау атқан бағышы, алма алмыр талшада, дәрумен бар қаншама. Әже, біз жеміс жидек жинап келдік. Атама көмектестік. Бірге жинадық. Жарайсыңдар құлындарым. Атам жеміс жидекті жуып жеу керек дейді. Атаң дұрыс айтады. Жумай жеуге болмайды. Иә. Жүре қойыңдар, айналайындар, жуып берейін. Әже, жууға менде көмектесейінші. Мен де. Жарайды. Қолғанат көмекшілерім менің. Ала қойыңдар, алыңдар. Қандай дәмді. Дәмді, дәрумен. Әли аға, көп жесең тез өсесің. Әлижан, сен іздеген таяқша табылды. Ата мынау. Ата. Қалай, жарай ма? Әрине жарайды, ата. Рахмет. Рахмет, ата. Әли аға, кеттік ойнаймыз. Ая, тек өзен жаққа емес. Жарайды. Ақтөс.